Төртінші юниттің тапсырмаларына келдік. Яғни төртінші юнит деген present continuous болды. Яғни бір қазіргі уақытта істелініп жатқан затты айтатын болсақ, сол present continuous. Мысалы, мен телевизор қарап отырмын деген кезде қазір, именно қазір қарап отырсаңыз, осы present continuous қолданасыз. Бұл басқа плейлистті төртінші юнитті егерде өтпеген болсаңыздар, кәдімгі ережесін соған кеңес беремін өтіп шығуды. Ал бұл соның тапсырмалары. Look at the pictures and write the questions. Мына суреттерге қарап, соған байланысты сұрақ қой дейді. Яғни осы present continuous сұрағын қой дейді. Бірінші мысалды көрсетіп қойған. You watch it деген сөздер тұр екен. Картинкеге қараймыз. Картинкеге қарасақ, екі адам теледидар қарап отыр. Сосын біреуі сұраған екен бір сұрақ, екінші жауап берген. No, you can turn it off. Жоқ, сен оны сөндіріп саласың деп жауап берген. Демек, ол қандай сұрақ қойған? Are you watching it? Сен бұны қарап жатсың ба? Телевизорды қарап жатсың ба? Деген сұрақ қойған екен. Міне жазылып тұр уже бірақ. Екіншісін қарап көрейік енді картинканы. Екіншісінде you, go, no деген сөздер тұр. Қарасаңыз, бір адам кетіп бара жатыр, есікті ашып. Сосын жауап берген. Yes, see you tomorrow. Я ертең көрісеміз деп жауап берген. Демек, қандай сұрақ болады мына жерде? Стопты басып, жауап беріп жазып көріңіздер дәптерлеріңізге. Кейін стопты алып, менің жауабымды тыңдаңыздар. Are you going now деген жауап. Сен қазір кетіп бара жатсың ба? Үшінші картинканы қарайтын болсақ, екі әйел адам отыр. Біреу айтады. No, not at the moment. Жоқ, қазір емес деп жауап берген. Демек, қандай сұрақ қойған? It right дегенге. Is it raining? Жаңбыр жауып отыр ма? Деген сұрақ. Үшінші картинканы қараңыз. You enjoy the film деп тұр. Сосын біреу жауап берген. Yes, it's very funny. Бұл қызықты деп жауап беріп жатыр. Біреу демек қандай сұрақ қойған оған? Are you enjoying the film? Сен фильмнен бір ләззат алып жатсың ба? Ұнап жатыр ма? Деген мағынада. Бесінші картинкада бір адам сұрап жатыр біреуден, екінші жауап берген екен. No, it's broken. Жоқ, ол сынық деп жауап. Мына жерде that clock work деп тұр. Демек, is that clock working? Бұл сағат жұмыс жасай ма? No, it's broken деп жауап берген. Жоқ, бұл сынық деп. Алтыншы картинкада біреу сұрақ қойған, ол айтқан no for taxi. Жоқ, таксиді деп жауап берген. А жоғарыда you wait for a bus. Демек, қалай сұрақ қойылады? Are you waiting for a bus? Сен автобусты күтіп тұрсың ба? Деген сұрақ болған. No for a taxi. Жоқ, таксиді деп жауап беріп жатыр. Келесі тапсырмасы. Look at the pictures and complete the questions. Use используй. Мына cry, eat, go, laugh, look at, read деген етістіктерді қолдана отыра сөйлемді толтыр дейді. Мысалы, қараңыз, біріншісі бір әйел адам кітап оқып отыр. Екіншісі сұраған What are you reading? Сен не оқып жатсың? Демек, ана жерде readті сызып қойды, readті сызып қойды. Сол сияқты, мысалы, екінші картинканы қарасақ, where, қайда, she, ол. Есікті ашсақ, біреу шығып кетіп жатыр. Біреуге сұрап отыр. Where, не деп айтамыз? Стоп басып, жазып алыңыздар. Where is she going? Ол қайда кетіп баратыр? Where is she going? Үшінші картинканы қарасақ, біреу бір нәрсе жеп жатыр. Екіншісі сұрап отыр. What деп, не деп. Демек, what are you eating? Сен не жеп жатсың деген мағына. Төртінші картинканы қарасақ, бір бала қатты жылап жатыр. Анасы сұрап жатыр. Why? Неге деп. Демек, қандай сұрақ қоямыз? Why are you crying? Сен неге жылап жатсың? Бесінші картинкада what деп тұр. Не деп. Яғни екі адам, екі адамға бір нәрсе қарап тұр екен, соған сұрақ қойып отыр. Біріншісі, басқа екіншісіне. Не деп сұрақ қойды? What are they looking at? Олар қайда қарап отыр? Нені қарап отыр? То есть. Алтыншы картинкада біреу күліп отыр. Екі әйел адам таңғалып тұр. Сосын біреу бір-бірінен сұрап отыр. Why? Неге? Қалай қоямыз? Why is he laughing? Неге ол күліп отыр? Келесі тапсырма. Make questions from these words. Осы сөздерден сұрақ құрастыр дейді. Put the words in the right order. Сөздерді дұрыс орынға қой дейді. Орынмен.
ретке дейді, яғни дұрыс ретке қой. Is walking Paul today деген сөзді ретке келтірген кезде is Paul walking today? Paul қазір жұмыс жасап жатыр ма деген сұрақ шығады. Келесі what the children are doing дегеннен қандай сұрақ келтіреміз? What are the children doing деген сұрақ шығады. You are listening to me дегенде қандай сұрақ қоюға болады? Стоп басып, ойлап көріңіздер, жазып көріңіздер. Are you listening to me деген сөз шығады. Are you listening to me деген. Where your friends are going деген сөзден қалай сұрақ қоямыз? Where are your friends going деген шығады. Дұрыс сұрақ. Are watching your parents television дегеннен қалай шығаруға болады? Are your parents watching television? Сенің ата-анаң телевизор қарап жатыр ма деген сұрақ. What Jessica is cooking? Қалай шығаруға болады сұрақты? What is Jessica cooking? Jessica не пісіріп жатыр? Why you are looking at me дегеннен қалай шығаруға болады сұрақ? Why are you looking at me? Неге сен маған қарап тұрсың? Демек, why дегендер всегда бірінші сұрақ болады, бірінші реттік бойынша. Содан кейінгі көмектескіш етістіктер, андай көмектескіш дегенде be етістігі, a, is дегендер содан кейін жүреді. Содан кейін subject жүреді. Содан кейін етістік жүреді. Соны біліп жүріңіздер. Is coming the bus? Қалай болады? Is the bus coming? Автобус келе жатыр ма? Келесі жаттығу write short answers. Қысқа жауаптарға қысқа жауап бер дейді. Yes, I am, немесе no, he isn't деген сияқты. Мысалға қараңыз, are you watching TV? Сен телевизор қарап жатсың ба деген кезде no, I'm not. Жоқ, мен қарап жатқан жоқпын деп қысқаша I'm not деп жауап беруге болады. Қысқаша емес I'm not watching TV деп те жауап беруге болады. Бірақ қазір қысқаша жауап беруді үйренеміз. Are you wearing a watch? Сен сағат киесің ба, тағасың ба? Қалай жауап береміз? Егер де тақсаңыз yes, I am дейсіз. Егер де жоқ болса no, I'm not дейсіз. Are you eating something? Сен бір нәрсе жеп жатсың ба? Is it raining? Жаңбыр жауып жатыр ма? Қысқаша yes, it is жауып жатса. Егер де жауып жатпаған болса no, it's not. Немесе no, it isn't. Are you sitting on the floor? Сен еденде отырсың ба? Егер де отырсаңыз yes, I am. Егер де отырмасаңыз no, I'm not. Are you feeling well? Сен өзің жақсы сезініп тұрсың ба? Егер де жақсы сезініп тұрсаңыз yes, I am. Мен жақсы сезініп тұрмын. Немесе жоқ болса no, I'm not. Немесе толық жауап бергіңіз келсе no, I'm not feeling well деп жауап беруге болады. Осымен сабағымыз бітті. Егер ұнаған болса лайк басып қойыңыздар, тіркеліңіздер, қолдап қойыңыздар.